Бәріне сәлем, бүгін біз бауырмен жареный пирожки жасаймыз. Бізге керек ұн, бұрыш, айран, су, тұз, май, сода, екі пияз, піскен бауыр. Тұзды соданы ұнға саламыз. Қасықпен араластырамыз. Суды, айранды, майды бір ыдысқа құямыз. Енді араластырамыз. Ұнға құйып, қамыс шығады. Енді оны илейміз. Салафанға салып қою керек. 20 минут демалсын. Мясорубкадан бауырды өткіземіз. Осынша начинка шықты. Пияз бен бауырды араластырамыз. Бұрыш саламыз. Начинканы майға қордық. Қамырды илейміз. Начинкасын саламыз. Узор жасаймыз. Осындай пирожок шығады. Осылай істейміз. Осындай пирожки пісірдік. Енді қазір дәмін көрейік. Енді бөлейік. Жеп көрейік. Өте дәмді. Лайк қоюға ұмытпаңыздар. Менің каналымда жазылыңыздар.